Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін сіздермен бірге осында қызыл барқыт пирогын жасайтын боламыз. Менің каналымда тағы да қол жетімді пирогтардың рецептісі бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Өте дәмі керемет, нәзік пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішіндегі осы кремі өте нәзік әдемі бір дәм береді. Бізге керек ингредиенттің барлығын описанияда астына жазып кететін боламын. Ең бірінші осы ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Міндетті түрде өткізіңіздер, сол кезде пирогтарыңыз әдемі болып көтерілетін болады. Ұнымызға қантымызды саламыз. 1 чай қасық разрыхлителді саламыз. Сосын кішкене еріген сармайымызды саламыз, 82,5. Сосын 1 ас қасық какаомызды саламыз. 1 жұмыртқамызды бөлме температурасында тұрған. Сосын менде 2 ас қасық суға, осыны 1 шай қасық краскамызды қосып, жақсылап араластырып, үстіне құйып, осы қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Бұл қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Біреу үлкен, біреу кіші. Кіші бөлігін тоңазытқышқа пакетке салып қоямыз жарты сағатқа. Үлкен бөлігін мұздатқышқа салып қоямыз, пакетке салып. Осы жарты сағат өткен соң формамызды дайындап, менде форма 22. Осында қолымызбен жайып шығамыз. Сосын вилканың көмегімен бортиктер жасайтын боламыз. Бортиктер жасап, вилкамен осылай астын тесіп шығамыз. Холодильникке қоя тұрамыз. Ортасындағы начинкасына менде творожный сыр, сосын үстіне құм шекерімізді саламыз. 1 жұмыртқамызды жарып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. 1 келкі масса болғанша. Міне 1 келкі масса, әдемі масса болды. Холодильнигімізден аламыз бағана қамырымызды, сосын үстіне салып, жақсылап жайғастырамыз. Бетін тегістеп. Тоңазытқыштағы тұрған бағана кіші бөлік қамырымызды осында терканың үлкен тісінен өткізетін боламыз. Өткізіп болған соң, барлығын өткізіп болдым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Пісті. Бізде осында формамызды шешіп, мұздаған соң, ішіндегі начинкасы мұздаған соң кесетін боламыз. Міндетті түрде мұздатып кесіңіздер. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттер салатын боламын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.